Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі жазушы Дулат Исабеков өмірден өтті. Қаралы хабарды алаш жұртына Қазақстан Жазушылар Одағы төрағасының орынбасары Қасымхан Бегманов естіртті. Дулат Исабеков 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында туған. Өмір жолында талай сындарлы сыннан өткен ағамыздың жазушылық қыры бүкіл қазақ халқының, оның ішінде дәстүрі мен мәдениетіне бағытталды десек болады. Қазақ әдебиетінің классигі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек ері. Мінекей осындай саналы ғұмырын әдебиет пен проза, драматургияға арнаған, құны биік, көркемдігі терең, маңызы жоғары туындылар жазған ағамыз мәңгілік бақиға аттанды. Барша қазақ халқына, жазушының ормандай оқырмандарына қайғырып көңіл айтамыз. Жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын.